Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ерекше дәмді әрі әдемі десерттердің бірі кейк попсы жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бисквитімізді жасаймыз. Ол үшін жұмыртқамыз бен қантымызды миксердің көмегімен 2-3 есе ұлғайғанша, ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқалы массамызға күнбағыс майы мен сүтімізді қосып бір араластырып аламыз. Елегімізге ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға құрғақ ингредиентімізді 3-ке бөліп қосатын боламыз. Әр қосқан сайын лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Бастысы массамызды басып алмау қажет. Дайын болған қамырымызды пергамент қағазы төселген формамызға құямыз. Менде форманың диаметрі 20. 180 градус қызып тұрған пеште жарты сағат пісіреміз. Піскен-піспегендігін міндетті түрде ағаш шпажканың көмегімен тексеріңіздер және толықтай суытамыз. Бисквитіміз суығанша кремін әзірлейміз. Ол үшін барлық ингредиенттерді қосып, қоюланғанша миксерлейміз. Бастысы клейгей мен творожный сыр суық болу керек. Суыған бисквитімізді енді ұнтақтау керек. Қолыңыздың көмегімен ұнтақтасаңыз да болады, немесе мен ұқсап блендерға жүгінсеңіз де болады. Блендердің көмегімен барлық бисквитімді ұсақтап алдым. Енді кремімізді қосамыз. Енді қолымыздың көмегімен ұнтақ пен кремді біріктіреміз. Бізде осындай оңай жабысатын сулы құм сияқты масса шығуы керек. Енді осы дайын массамызды шамамен 30 грамдайын алып, алақанымыздың көмегімен дөңгелетеміз. Мейлінше біркелкі етіп дөңгелету қажет. Барлық массамыздан осындай шар тәрізді дөңгелектер жасап аламыз. Шарларымызды жасап алғаннан кейін шоколадты глазур жасаймыз. Ол үшін ақ шоколадымызға күнбағыс майын қосып, қысқа толқынды пеште 30 секундтан ерітетін боламыз. Әр 30 секундтан кейін міндетті түрде шоколадты араластырып отыру қажет. Біздің шоколадымыз толық еріді. Шоколадымызға ақ түс беру үшін жарты шай қасық диоксид титан қосып, міндетті түрде погружной блендермен блендерлап аламыз. Дайын болған шарларымызға арнайы осындай кейк попсқа арналған таяқшаларды глазурға мала отырып, қадап шығамыз. Енді осы күйінде жарты сағатқа мұздатқышқа қоятын боламыз. Менде жарты сағат өтті. Енді кейк попстарымызды глазурға мала отырып, қаптаймыз. Глазурымыз ағып болғаннан кейін мен осындай стакан дайындап алдым. Осының ішіне қоятын боламын. Кейк попсымыздың жартысын ақ түске қаптап алдым. Енді қалған жартысын розовый түске қаптайтын боламыз. Енді розовый түс шығару үшін қалған глазурымызға жирорастворимый розовый краситель, яғни бояғыш қосамыз және оны да блендердің көмегімен езіп аламыз. Дайын болған розовый түсті глазурға қалған кейк попстарымызды малып, тура жаңағындай қайталап стаканға қойып шығамыз. Барлық кейк попстарымызды қаптап алғаннан кейін өзіңіздің қалауыңызға қарайсан десеңіз болады. Кез келген посыпка себуге немесе қалған глазурлардан осындай өрнектер жасап шықсаңыз болады. Және де сырты әбден қатқан кейк попстарымыздың сыртын осылай құрғақ кондурин жағып та сәндеуге болады. Біздің өте ерекше де әсем және де дәмді кейк попстарымыз осымен дайын болды. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Рецепт көңіліңізден шықса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.